Бүгін менің туған күнім ойпәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғанай. Бүгінде біз қазақтың көрнекті ақыны Мұқағали Мақатаевты сағына еске аламыз. Оның жырлары оқырман жүрегінде мәңгілікке жатталып қалды. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданында дүниеге келген. Ақын үйдің тұңғышы. Қарындасымен бір інісі өмірден ерте өткен. Әкесі Сүлеймен де қан майданда қаза табады. Осылайша бала Мұқағали әжесі Тиіннің тәрбиесінде болады. Сағынам ба суық мен талқаныңда, суығында сүрқия қаңтарыңда. Әжем байғұс мезгілсіз ораза ұстап, бізге беріп талқанын қаңтарылды. Ақынның әдебиетке деген қызығушылығы бала күнінен басталған. Ал өлең жазуға жары Лашынға деген махаббаты себеп болыпты. Олар отбасын құрғанда Мұқағали 17 жаста, Лашын 21 жаста болған екен. Ақынның көзі тірісінде 6 жыр жинағы жарық көрді. Оның Аққайың әні, Аққулар ұйықтағанда, Арман, Шолпан, Райымбек, Қашқын, Моцарт жаназасы атты поэма толғаулары, повест пьесаларымен қоса 1000-нан астам өлеңдері бар. Ғашықпын, Мұқағали Мақатаев. Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сұламан ба? О, тәңірім неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бе әлде құладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын тасылса сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шырақтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарық ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сені іздеумен өткенім. Сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірден, мәңгілік ғашық болып. Әйелдер ай, қандайсың, әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу желіп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, аяйлар ай, қандайсың, әйелдер ай, аяйлар ай, құлар ай, жанарлардың жалын алып тұрған ай. Біле тұра бүйректерің бүлкетіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, аяйлар ай, құлар ай, әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, болай берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемілік бізге көптік етпейді. Гродько орта мектебінің 8 А сынып білім алушысы Карысман Зарина. Мұқағали Мақатаев 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымды алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтынымнан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеде тілім десем, қасиетті түнілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген, Құдай деген, кім десе, отан бар ем. Отан емес ақ сұрасам менен егер, үш бірдей бақытым бар алақанда.